тақырып зәр шығару жүйесі. Сәлем достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Зәр шығару жүйесіне бүйрек, несепағар, қуық, зәр шығару түтігі жатады. Ең алдымен бүйрекке тоқталамыз. Бүйрек өздеріңіз білетіндей жұп-мүше 12-ші кеуде 2-ші бел омыртқа тұсында жатады. Үш перденің сыртынан оң жақтағы бүйрек төменірек орналасқан. Жалпы бүйректің атқаратын қызметі зәрді сүзеді, сыртқа шығарып қан қысымын тұрақтайтын ренин ферментін бөледі. Жалпы бүйректі ұзыннан кескенде екі қабаттан тұрады. Қыртысты қабат, милы қабат. Милы қабаттың ішінде нефрон құрылысы зәр сүзеді. Нефронда сүзілген зәр бүртік, кіші тостаған несепағарға жалғасады. Нефрон құрылысы зәрді сүзетін нефрон негізгі 5 бөліктен тұрады. Яғни шумлянский денесі, бастапқы түтік, соңғы түтік, генли түтік мен жинақтағыш түтік. Жалпы шумлянский денесінде екі қабат көп кілегейден тұрады. Арасында нефрон бостығы болады. Шумлянский денесінің ішінде бірінші капилляр шумағы. Бұл жерде қысым 70-80, өйткені алып кетуші артерия бірнеше жуан алып кетуші жіңішке артерияға осы шыдамағандықтан нефрон бостығында сүзіледі. Бұл процесті біз фильтрация деп атаймыз. Ал бірінші дәрет тәулігіне 200 мг бөлінеді. Адам денесінде 5 мм қан әр 5 минут сайын шумлянский денесінде сүзіліп отырады. Әр бүртікте бірнеше миллиметр түтіктер ағып бара жатқан суды алып кетуші артерия орайды. 200 литр суды өзіне қайта сұрауға жинақтағыш түтікте 1-2 тамшы зәр қалады. Тәулігіне бізде 1,5-2 литр зәр бөлінеді. Бұл процесті реабсорбция деп атаймыз. Зәр пигменттері 3 түрлі болады: уроформ, биларубинин, уробилин. Зәрге түс берушілер. Алып кетуші артерия қабығында миопителиялы жасушалар ренин ферментін бөледі. Жалпы ренин ферменті бүйректің арнайы жасушалары арқылы қанға шығарылатын фермент болып табылады. Бұл натрийдің азаюына және қан көлемінің, қан қысымының төмендеуіне жауапты. Ренин ферменті көп бөлген жағдайда реабсорбция кезінде тамырдың ішіне түседі. Натрий жүрген жерде су көп болады. Осыдан бізде тамырдың ішіндегі қанның қысымы көтеріледі. Осылай әсер ететін альдостерон гормон бүйрек үсті безінде бөлінеді. Альдостерон көп бөлінген жағдайда қан қысымы да көтеріледі. Яғни бұл екеуі де қан қысымына жауапты, бірақ біреуі гормон, ал екіншісі фермент. Несепағар. Бүйрек пен қуық арасындағы түтік ұзындығы 40-50 см, қабырғасы 3 қабаттан 2 бөліктен тұрады. Қуық жамбас астауында орналасқан 3 қабаттан тұрады. Түбі, денесі, мойны. 2-2,5 литр зәр сияды. 2 қысқышы бар. Ішкісі адам еркіне бағынбайды. Зәрге толғанда қуық қабырғасы 1 мм-ге дейін жұқарады, ал зәрден босаған соң 1,5 см-ге дейін қалыңдайды. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.